жұп болған, қырқасына қыдыр түнеп, іргесіне құт қонған. Ол мен қыздың қуанышын ұлтыменен бөлісіп, жұртыменен бірге қуанған тойшыл қауым армысыздар! Жалпы Қазекең той жасауға шебер екен. Еңселі елді көрсем, елең етем. Әлемде неше түрлі халықтар бар, әрқайсының сәлемі бөлек екен. Соның ішінде ағылшындар hello, goodbye деп өз достарының өзігінен тебеді екен. Орекең здравствуй, привет деп бір-біріне сәлемін береді екен. Ал енді Қазекеңе бұрылайын, Қазекеңнің сәлемі бөлек екен. Ассалаумағалейкум деген сөзі Алланың нұр жаусын деген екен. Той берген түркілердің тағдырына, не жетсін шіркін қазағымның ән жырына. Мен де бір ассалаумағалейкум деп амандасып алайын, Алланың нұр жаусын барлығыңа. Бісміллә, сіз іс қылма деген қазақтың бір баласы едім. Бүгінде ұлықтың ұлғатын ұлықтап, тектіліктің тамырын тереңге жайған, Қыпшақ елінің көшін жалғастырған, Тұрымбетовтер әулетінің ізін жалғаған, менің Әли көкемменен Сара апамның шаңырағы шаттыққа толып, үй ішінен үй тіккен мінекей Қорған ағамменен Нұргүл жеңгемнің ұлы Еркебұлан үйленіп, салтанаттай келін сүріп жатыр. Енді қымбатқандар мырзалар, қазіргі таңда семіздер арықтар талып қап, доллар мен бензиннің бағасы шарықтап тұрған заманда той жасаудың өзі оңай емес. Сол себепті мінекей бүгінгі жасап жатқан тойлары құтты болсын деген ниетте бір Шымкентте болмаған шапалақ ұрып қойсақ болады әрине. Мінекей, қазақта қайда барсаң да таразыны тегіс ұстау керек. Тоқал тойымыздың төріне енген, қалауы түспеген жаңадаларымызға төрге шыққандарыңыз құтты болсын деп, және де бір ізет көрсетіп, және де бір қошемет соғып қойса, нұр үстіне нұр болады деп тұрмыз. Қошемет! Енді бір шапалақ қалды. Ол шапалақ енді бүгінгі кештің тізгіні маған бұйырған екен. Менің де көңілім көпке бір елі жетпей тұрған шамасы бар. Жалпы мыңның түсін білгенше бірдің атын біл деп жатады. Есімім Жандос, фамилиям Абу, мақсатым көпшіліктің көңілін табу, қолдан келсе келген қонаққа жағу, бір тілегім тойыңызды басқарып бару, бір арманым халықтың ақбатасын алу. Сіздер үшін бүгінгі кеште әнші тамада Жандос Абу дегенде маған да бір соғысаңыздар. Мен де бір қазір болайын. Енді қымбатқандар мырзалар, жаңа айтып жатырмыз, мінекей қазіргі таңда той жасаудың өзі оңай емес. Дей тұрған мен мінекей маңдайымен жиған нұрметін алдыңызға дастарханға жайып, керемет мінекей дүбірлі той жасап, көптің батасын алайын деген ниетте қазақтың дәстүрлі тойы үй болу тойын жасап жатырмыз. Ендеше қолдан келгенше қошемет жасап, шама келгенше шапалақ ұрып, бүгінгі кешіміздің көпке созбай, әдептен озбай, жас бүгінгі кештің себепкерлерін Еркебұлан менен салтанатты арнайы орнымыздан тік тұрып, шапалақты мықтырып, ел екенімізді, жұрт екенімізді ұқтырып қарсы алсақ деген ниеттемін. Әрине сіздерден қошемет, біз жастарды арнайы алтын тақтың төріне шығарамыз. Қошемет! О жеті